Сәлеметсіздер, 9 сынып оқушылары. Біз бүгінгі видеода географиядан 2-ші тоқсанға бірінші бжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Қазақстан климатын түзуші факторлардың климатқа әсерін талдаңыз. А. Климатын түзуші факторларды атаңыз. Жер бедері, күн радиациясы, географиялық орны, ауа массалары. Б. Аймақтардағы климатқа әсері. Қазақстан Еуразия жүрегінде орналасқан, сондықтан климат күрт континентальды болумен ерекшеленеді. Бұл еліміздің мұхит пен теңіздерден қашықтықта орналасуымен байланысты. Жылу өзгерісіне әсері: солтүстік мұзды мұхиттан құрғақ суық ауа келеді. Соның әсерінен көктемде қар жауады. Ылғалдың таралуына әсері: Атлант мұхитынан қоңыржай ауа массасы арқылы жауын шашын болады. Келесі екінші тапсырма: Қазақстанда атмосфералық қолайсыз және қауіпті құбылыстардың қалыптасуын суреттер негізінде талдаңыз. А. Суреттегі атмосфералық қолайсыз және қауіпті құбылыстардың атауларын жазыңыз дейді. Бізде 4 сурет берілген. Бірінші сурет көктайғақ, екінші сурет құрғақшылық, үшінші сурет жел, төртінші сурет шаңды дауыл. Келесі Б. Кездесетін аймақтардың кескін картада көрсетіңіз. Осы 4 суреттегі құбылыстарды кездесетін картада көрсетеміз. Сіздерге картада көрсетілді. Б. Таңдау бойынша бір қолайсыз құбылыстың қалыптасу жолын жазып, сақтану шараларын ұсыныңыз дейді. Мен көктайғақты таңдадым. Қыста жылымықтан кейін суықтың қайта түсуінен жер бетінің мұз болып қатуы, көбіне аязды ауа райынан кейін сіркіреме жауын жауғанда қалыптасады. Әдетте көктемде және күзде ауа райы салқындап, жер беті 0 градусқа дейін суып, мөлдір және көгілдір жұп-жұқа мұзбен жабылады. Сақтану шаралары: асықпай жүру, аяқ киім ыңғайлы болу, алысқа шықпау. Ең соңғы 3-ші тапсырма: қазақ халқы ертеден табиғат анасының қыр-сырын, мінезін меңгеріп, тілдесе білген, атмосферада болып жатқан құбылыстарға ерекше атаулар берген. Сол атаулардың мағынасын түсіндіріңіз дейді. Өлі ара, айсыз күндер, кібісе жыл, 4 жыл сайын бір рет келетін. Басқа жылдарда 365 күн болса, бұнда 366 күн бар жыл. Бес қонақ: байырғы қазақ күнтізбесінде қолданылып келген жыл айларынан тыс салынатын 5 күн. Қамбар тоғысы: ежелгі қазақ халқының күнтізбесі. Осымен тапсырмалар аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.